ешқандай давленияны тұрақтандыратын ем жол жоқ деген кісілер өтіп кете беруге болады. Ал біздегі қазір ғана келіп жатқан шұғыл жаңалықпен бөлсемін, 200 давлениясы болған, бар жоғы 2 ғана біздегі емдік су арқылы тұрақтандырған. Ойлаңыздаршы, енді оралдық апамыздың өз аузынан тыңдаңыздар, соңынан көріп таратыңыздаршы. Мен осы Көктөбе Анабұлақ суын бірінші рет алып ішіп, давление 200 менен осылай бір ауырып жүрген апа едім. Сөздің ішімі керек. Ал осы мына Көктөбе Анабұлақ суын 3-шісін алып ішіп жатырмын. Қазір давлениенің дәрісін қойдым. Ең бірінші ішкен күні ішімді тазалады. Өзім қорқып кеттім. Кәп шөп болғандай жап-жасыл болып 2 күн бойына ішім өтіп, ойбай не болып қалды маған деп, оны маған түсіндіру бойынша осыған келгенде айтты, одан қорықпаңыз деп, кішкене басым ауырды сол 3 күн қатарынан. Сосын ойладым, тамағым жұтындырмай қалды, соның бәрі басталған екен, осының жаңағы жүріп жатырған екен, жақсы болып, содан кейін 3 күннен кейін өте жақсардым. Содан бері қарай ішіп келе жатырмын, бүгін 3-шісін алып жатырмын. Маған бірінші алғаннан бастап сразу бүткіл ағзаларыма әсер етті. Өте жақсымын қазір. Давлениенің дәрісін қазір ішіп жатқан жоқпын. 1 ай болды ровно. Өзім күнделік жазатын едім. Соған каждый день жазып жатырмын. 3 мезгіл ішем, 200 грамм стақанменен 1 сағат бұрын, таңертең, кеште, обедте, тамақтан бұрын ішем. Өте әсері жақсы. Бұрын сенбеп едім, бәрі маған айтып азғыратын, ол деген тек простой су, сондай су деп, мән қолдарым сырқырап, аяқтарым сырқырап ауыратын еді. Жаман емеспін, жақсымын. Өзім Орал облысы Қаратөбе ауданынанмын. Осы Орал қаласында 6 жыл болып жүрмін, соны бастап ішіп жатырмын. Өкінбейсіңдер, мына балаға келіп, рахметімді айтып, 3-ші баклажкамды алып баратырмын. Жақсы апа, рахмет. Жасыңыз нешеде? Жасым 59-да. Бүгін 1 ай бойына 200 бен тек 2 күн скорыймен жаттым, бәрі білет, балдарым бәрі, үлкен балам келіп айтып, мама, Көктөбе Анабұлақ суын алып іш, өкінбейсің. Бізде 72-де кемпір ішіп, 2 жыл болды дейді, тоқтатпастан ішіп жатыр, өте жақсы, денсаулығы мама іштеп. Үлкен баламның көмегі дейді, осыны әкеліп көрсетіп, өзі әкеліп, 2 баклажканы апарып, үйге сонымен ішіп, соны бітіріп, бүгін тағы алып баратырмын. Рахмет көкем, аман жүріңдер. Рахмет. Рахмет сізге, ем болсын. Бүгін 2 май 25 жыл. Керемет. Есіміңіз? Есімім Нұрлыгүл. Жақсы, ем болсын. 59-дамын, жасым. Жақсымын, өкінбейсіздер. Мен кәдімгі Орал қаласында ауыз екі айтып отырмын. Өзіме жақсы әсер беріп жатыр. Рахмет көкем, аман жүріңдер.